Сәлем достар! Бүгін сіздермен әрдайым мінсіз болып шығатын, езілмейтін, дәмді бешбармақ қамырының жасалу жолымен бөлісемін. Осы рецептпен жазсаңыздар, әрдайым бірдей күшті болып шығады. Електен өткізілген ұнға тұз қосамыз. Бөлек ыдыста жұмыртқа, сұйық май және суды араластырып, ұнға қосып, қамырды илейміз. Жақсылап иі қанғанша илейміз. Осы қамырдан 2 орташа ет табаққа бешбармақ шығады. Міне осындай қатты жұмсақ емес, қатты емес, әдемі қамыр болып шығады. Пакетке салып 20 минутқа тынып тұруға қоямыз. 20 минут өткен соң пакеттен алып, дастарханда жақсылап тағы да басып аламыз. Дәл солай тағы да 20 минутқа пакетке салып қоямыз да, тағы да иін қандырып басып аламыз. 20 минут өткен соң қамырды алып дастарханға ұн сеуіп, жұп-жұқа доп-домалақ етіп жаямыз. Сондай күшті қамыр болады, жұмыс жасауға ыңғайлы, кеуіп кетпейтін, жыртылмайтын, мінсіз болады. Әрі дәмі де ерекше керемет болып шығады. Осы уақытқа дейін бешбармаққа илеген қамырыңыз бірде қатты, бірде жұмсақ болып кетіп жүрсе, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Басқа рецептпен жасағыңыз келмей қалады. Сізге сәттілік тіледім, ас болсын.